мына сахабалардың айтып кеткен осы дінді бүкіл әлемге таратыңыздар деп. Осы Қараман ата сол пайғамбарымыздан кейін 3-4 ғасыр 5-6-3-4 ғасырдан кейін өмірге келіп, осы батысқа Маңғыстаудан Меккеден келіп дін таратуға келіп бір себептен қалып қойған. Бұл кісінің енді ұлты араб, руы қожа ақсүйек. Бұл кісі 25-37 жас аралығында өмір сүрген. Бұл кісінің ұрпағы болмаған. Бұл кісі енді өте киелі әулие кісі болған. Әулие деген сөздің мағынасы Алланың досы деген. Банады бір апамыз сұрақ қойып жатыр, атаның басын айналу Аллаға серік қосу емес пе деп. Бұл Аллаға ешқандай серік қосу емес. Біз аталардан сұрамаймыз, Алладан сұраймыз. Жанды беретін де, жанды алатын да бізді жоқтан бар еткен, топырақтан жаратқан Алла. Аталар осы Аллаға өмірін арнап, Аллаға құлшылық етіп, намазын оқып, Құранын оқып, тасбихын тартып, шәкіртін тәрбиелеген әулие деген дәрежесі бар. Әулие деген бана айтып кеттім, Алланың досы. Енді бұл кісі адамдардың, халықтың адамы болған, енді жан жақты адам болған, сөзге шешен, би болған, емші болған, батыр болған. Бұл кісі енді сондай қасиетті, сондай мықты, жүргенде аяғы жерге тимейтін болған, ауада жүретін болған, бойы аласалау, өте мінезі суық, сондай ауыр мінезді адам болған. Осы жерде адамдардың ақ пен қарасын шешіп берген, бір болмай сөзге келмей арты айқайға төбелеске кетіп, арты соғысқа кетіп баратса, атамыз халықтардың, адамдардың ортасына келіп сөзбен шешіп берген дейді, бір ауыз сөзімен. Осы жер асты мешіті 4 бөлмеден тұрады. Атамыздың өзінің өмір сүрген бөлмесі бар, сонда жан тапсырған. Енді атамыз сондай батыр кісі болған, денесінде жаны болмаған, қылыш өтпейді, садақ өтпейді. Атамызды қиыншылық кез болған жоңғарлар атамызды өлтіре алмай жүрген. Атамыз бір қызбен сөйлесіп, болашақ жары сол қырын сырын айтып, енді біледі ғой, сөйлесіп жүрген адамы. Сол білген атамыздың тек намаздың уақытында, намаздың үстінде жаны кіретін болған. Денесі әлсіреп жылап, сонда банағы болашақ жары жоңғарларға сатып берген. Өзінің бөлмесінде, намаздың үстінде атамыз жан тапсырған, жоңғарлардың қолынан қаза тапқан. Енді ол Алланың қалауы, әрбір мұсылманның арманы, қажылықта болсын, жұма намазда болсын, ораза айында жан тапсырса, Алланың уәдесі бар, жұмақта болады, менің қасымда болады деген. Сол атамыз, жаңа айттым, Шопан атаның баласы, мына жер асты жолы бар, Ақматамен оралып тұрған. Мына Есел атадан шығатын, Шопан атадан шығатын, Шақпақ атадан шығатын жер асты жолы болған. Бұл жаулар келгенде осының астымен жүретін болған, үлкен керуендер жүрген, ішінде бұлағы болған, жылқылар жүрген дейді. Алланың қалауымен бәрі бітіріп қалған осы. Шопан атаныкі, Есел ата, Шақпақ ата, ол бір өзінің уақыты келеді, ашылады деп ойлаймыз. Қазақ елінің мұсылман жатқан жері топырақтағы иманға салауат болсын. Я Рабб, Алла Тағала, амин деп қол жатқан пенденің арнайы қараматынан басқа алыс жақыннан жатқан халқымыздың дуа тілектеріне Алла Тағала зираттарын садақаларын қабыл етті. Я Рабб, Аллахым, денімізге саулық, жүрегімізге иман, үйімізге береке бер. Аспанымыз ашық, дұшпанымыз жоқ болсын. Табиғат апаттан сақта, бәле-бәтер жамандықтардан сақта, Я Рабб, Алла Тағала. Я Рабб, Аллахым, ішкі сыртқы жаулардың саясаттарынан сақта. Я Рабб, Алла Тағала. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, үлкен кісілеріміз аман болсын. Екі өмірдің азабынан сақта, екі өмірдің бақытына себеп. Я Рабб, Аллахым, қайда жүрсек те нұр шапағатын дөп жүре көр. Амин. Аллахумма ла сахла илля ма джалтаху сахлан ва анта таджалул хазан иза ши'та сахла. Амин. ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. الله أكبر.